сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен CapCut бағдарламасының 3-ші сабағы. Бүгінгі сабақ видео формат және де видеоның арасына эффектлер қою. Мінекей біз видеолардың бәрін таңдап алдық. Егер видео тағы қосамын деушілеріңіз болса, плюс кез келген видеоны қосып алуға болады. Мысалға мен мынаны таңдаймын. Кетті. Мінекей видео қосылды. Енді бізде сұрақ туындалады. Мен 2-3 видео қосқанда арасында біреуі мынандай альбомный режимде түсіп қалса, бұны қалай тоғырлаймын деген сөз. Ол үшін біз видеоның үстінен басып, мына жерде изменить командасын басамыз, сосын повернутты басамыз. Ал енді мінекей мына жерде видео полностью түсіп тұр. Ал мына жақта болса видео кішігірім екі жағынан қап-қара сызықтар пайда болып тұр. Енді бұны қалай весь экран қоямыз десек, видеоның үстінен басып, дәл осылай екі саусақпен видеоны жақындатып, керекті жерін осылай таңдап аламыз. Мінекей видео дайын болды. Кейінгі мәселе, осы видеоны дәл осылай басып, изменить командасын басып, отразитті бассаңыз, видеоны төмен жоғары, оңға солға етіп те береді. Және кодирование деген бар. Бұл жерде біз видеоны кез келген форматта кесіп алсақ болады. Мысалға мына 2:35 деген киноның форматы, мына 1:83 тоже кино, мына тігінен альбомный режим, мына инстаграмға қойылатын режимдер, мына 16:9 нағыз ютубтың режимі. Бізде 9:16-ны пайдаланған соң қалған форматтарды пайдаланбаймыз. Ал мына үстіндегі команда болса, бұл видеоны ары-бері оңға солға аударады. Міне көргендеріңіздей дәл осылай істеуге болады, бірақ бұны пайдаланбаймыз. Видео түсінікті болды деп ойлаймын. Енді әрбір видеоның арасына эффект қоямыз. Ол үшін ортадағы сызықты басып, мына жерде интернет, бізде CapCut бағдарламасы интернетпен істейді. Мұқият қараңыздар. Мысалға мына жақта мына кез келген формат бар, яғни видео эффекттер. Мен мысалы мынаны қоямын. Бұл видео эффект, видео ауысқан кезде бұның арасынан пайда болатын эффектті дәл осылай істеп аламыз. Мінекей. Енді бұл жерде тағы бір түсіндіріп кететінім, мына жерде секунд деген бар. Егер видео эффект жай басталу керек десеңіз, бұны созып қоясыз барынша. Міне қойдым. Өте жай видео эффект қимылдап осылай басталады. Ал егер тез болсын десеңіз, ең қысқасына қойып қоямын. Кейінгі кадр басталғанда дәл осындай эффект болады. Енді бұл жерде тағы бір сұрақ бар. Мен 7-8 видео салсам, соның арасына бірдей эффект болсын дейтін болсаңыздар, дәл осы эффектті басып, кез келген бір эффектті таңдайсыздар, сосын переменить ко всемді бассаңыздар, бұл жерде бүткіл видеоңызға дәл осы эффекттер отыратын болады. Видео түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк, комментария, подписка ұмытпаңыздар. Тағы да келесі сабақтарда бұдан да көп қызықты видеоларды салатын боламын. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер.